Amanınız. Amanınız. Жұматау, кедей кепшікке теңдік әпереді деп сенген өкіметіміз осы ма? Мынаусы не сұмдық? Басқасын айтпаса да, мына сенің қазақ театрының ашылуына мұрындық болғаныңды, бар өміріңді қазақ театрына арнағаныңды неге ескермейді? Өз театрымызда болса бір сәрі, құрып қалғыр Мәскеу театрының шымылдығы ашылмай қалғанына мына сенің не қатысың, не жазығың бар? Құндақтағы баламызды Жанбике! Жаныма батқан соң айтып жатқаным ғой. Кешір арысым. Күйіктен өзегім өртеніп барады, өзегім. Құрып кеткір большевик! Енді мені құтқармас. Басымызға сор болған Мәскеудегі бірінші декадада баламның өлігін жасырып, өтірік күліп, вагоннан өлігін құндағымен көтеріп түстім ә? Әттең-ай! Голошокиннің қитұрқы саясаты болмағанда ғой. Жансәулем, сол жолға қатаң шешім үшін кешірдім. Өзіңде түсінесің ғой. Қазақ елі автономдықтан шығып, бүкіл одақтық республика қатарына енуге, тағдыры шешілгені жатқан алғашқы декадасына пойызды күтіп алушылардың көзінше баланың сүйегін қалай алып түспекпіз Москваға. Баласының сүйегін арқалап түзлеген сыбыс жоғарғы жаққа жетсе, өз баламыздай мәпелеген театрымыздың тағдыры не болар еді? Кім? Айтшы, кім? Осы жаңгештілігіңді бағалады. Тіпті адал дастарханымыздан адал асымызды ішіп отырып, мына сенің жетістігіңді көре алмаған өз үзеңгелестеріңнің ана жоғары жаққа домалақ арызды қарша боратқан ма? Әлде Алматыға сыйдырмай? Оралда театр аштым. Жайықтың жағасында театр ашылса шамам ба? Арысым-ау, Жұматым-ау, несі жаман болсын, несі? Тек мына сені темір торға тоғытқаны күйіктен өзегім өртеніп барады ғой, өртеніп. Жасаған. Осыншама азапқа салардай, біз не жазып едік, не? Бар жазығымыз қазақтың көзін өнерге, театрға ашқанымыз ба?
деп жазып қинап жатыр. Жұмақтау, арысым-ау, мына маған, мына сенсіз өмірдің мәні бар ма? Сен менің өмірімсің. Сені мен өткізген әр уақытым, әр сағатым, әр сәтім мен үшін қайталанбас бақытты күндер. Қазақ қыздары ұят қой. Маған көмектес деп сахнаға жетелеп шығарғаның, қосылар рөл ойнағанымыз, сахнаға алғаш рет шыққаннан, қорыққанымнан құлап бара жатқанымда белімнен қапсыра құшақтап алып, құлағыма жаймен ғана төркініңе қыдыртамын дегені. Расында да сахнаға шыға сала елге кететіндей сені бойымды тез жинап ала қоятынмын. Тентеген талқысына тастап кеттім. Қарғама жалғызыңды, жарасқан аға жеңге аларсың мені неде естеріңе. Таңнан жатқанға дейін театр деп шапқылап, күнде бір белесті аламын деп жанталастың. Есіңде ме, опера және балет театры ашылғанда, Жанбике, енді өлсем де арманым жоқ деп жылағаның. Сасқаныңа алдыңнан шыға келген балмұздақты алып, өзіңе алып барып бергенімде алғашында таң қалдым. Соңынан ішек-сілеп қатар күлгенмін. Мәскеу консерваториясына түскенде біздің Рауфе қазақтан шыққан тұңғыш профессионал скрипкашы болады деп балаша қуанды. Рауфбек ойыннан шықпай жүр. Жағдайы не болып жатыр екен? Хабарсыз. Бірақ бұған да қуанайық. Жаманат болса, бірден жетіп келер еді ғой. Жұмат, есіңде ме? Алғаш халық артисын алған жалақыға маған сүйретті, өкшесі биік, жалғыз ғана менде болатын. Көше бойлап келе жатса, әйел біткеннің көзі менің туфлиімдайы. Қасым ханды ертіп, театрға баратын сәттеріміз.
Biz kudarımızın açlarımızdan kolay kana boz tartma. Hadi'den alıyız. Şuma, sen beni oyundama. Ben sana ölürgençe adal olsun dedim. Сидеть, контра. Жұмат Шалин. 1932-35 жылдары Қырғыз театрында режиссер болып қызмет етті. Да, бұл жері қызық екен. Тағы кімдермен бірге жұмыс жасадым. Айта бер. Жатыр ошумен. Қайсы бірін айта берем. Ал сен ешкімді қалдырмай айта бер. Әнбей жәнбей болды дедім. Аманқұл Құттыбаев Қырғыздың талантты жігіт. Бірлесіп спектакль қойып, онда тұрған демеді. Ненің бар, ненің жоғын біз шешеміз. Иә? Антисоветтік байланысты. Қырғыздармен орнатып қайттым. Айдағы антисоветтік байланысты айтасыз. Қырғыз ағайындарда театр бізден 3 жыл бұрын 1924 жылы ашылды. Ол тәжірибе алғысын келді. Қырғыз ағайындарда. Сен неге ағайын сөзін қолдандың? Енді қазақ қырғыз түбі түркі болған. Қарайын көр! Пантюркизм. Пантюркизмді аңсайын. Ешқандай да пантюркизм емес. Сонау құралдан келе жатқан тамыр. Тамыр де! Тамыр шылыңнан абыл. Бұлай. Ерлі-зайыпты Құттыбаевтармен бірігіп, товарищ Сталинге қарсы қастандық ұйымдастырдық дейді. Мағанды қалайша өтірік айтып жала жама. Азбай. Ерлі-зайыпты екеуі де қырғыз өнеріне адал жүр. Басыңды кесіп тастасаң, Құттыбаевтарға қарсы қиянат жасамайды. Солай. Жазасың. Азбай. Еще қалай жазбаймыз. Жазасың. Жазбаймыз. Аманқұл, сен білсең, неге өркіп тұрсың? Менің адам танымастай түріме таңданып тұрсың ба? Жұмекен мынау, өзің сыйға тартқан домбыра бұл. Өзің жайлы жеткен жаманат хабарға сенбемен. Ештеңе етпес. Бұл күнде өтер. НКВД шақыртып, Шанинмен бірге спектакль қойдым. Оның жапондармен байланысы барындайды деп қинады. Жалған сөзге қалай дәтің барсың? Білмейтінімді айттым. Олар менің соңыма тыныш салдыртып қойды, Жұмекен. Екеуміз қойған ажал ұрдуында жүріп жатыр ма? Шерке, тағдырдың қанша сынағына қиналса да мойымаған Ескендер мен Золайканың ақ патшаға қарсы күрестегі жанкештігін айтсайшы. Аманқұл, жала жапқанына түкте қиналмай. Өйткені шындық мен жағында. Естимісің, Аманқұл? Спектакльдің көрермені көп болады. Ол күні билет табылмай қалады. Жақсы жүріп жатыр. Ғажап, ғажап.
махаббатқа беріктік болмаса, бұл дүниеде қандай қадір қасиет қалды десеңші. Алматыға келіп, опера театрын Қыз Жібекпен ашқанында, қазақтың күллі дәстүрін дәріптейтін элементтері кіргізді. Москва керемет қалды. Айтпақшы, Жібеге, Құрманбектің тапқырлығын естідік. Естідің бе? Ай, ариясын биіктететін жерде даусы жетпей қалып еді. Қарқылдап тұрып күлгенде. Аманқол, қазақ пен қырғыз театрын, Ресей театрын қуып жетуіміз керек. Операны, әсіресе операны тездетіп дамытуымыз керек. Қазақ пен қырғыз музыкаға бай. Айтыс айтсаңшы. Қазақ пен қырғыздан басқа ешкімде айтыс өнері жоқ. Міне соны сахна формасына келтіру біздерге өте маңызды. Аманқол, есіңде болсын, Аманқол. Мен ешқайсыңды да сатпадым, сені де сатпадым, Аманқол. Сені де сатпадым, Аманқол. Ешқайсыңды да сатпадым. Біздің опера осы жерден басталады. Одан сақтыны Троцкист Шанин. Товарищтары қатысып отырған салтанатты кеште. Занавесті неге 12 минутқа кешіктіріп аштыңыз? Әдейі жасағаным жоқ. Занавес техникалға қалдың кесірінен ашылмай қалды. Товарищтарыңға қарсы қастандық жасау болды деп жатыр. Кешіріңіз. Ешқандай да қастандық жасау ойында болған жоқ. Занавес жүретін сымның тоғы ұшып болды. Ол менің құзырымдағы емес. Мәскеулік театр ғимаратындағы техникалық ақау ғой. Сен ендіге Москваның қақ ортасында театр ғимаратына жала жаттың бе? Жала емес, шындық. Занавес жүретін сымның тоғы ұшып болды. Менің қолымнан не келеді? Сен десеңіз, театр директорынан сұрамыз. Кімнен не сұрауды сенен сұрамай. Алаш партиясына мүше Рысқұлов, Жүргенов, Асфендияровтармен бірігіп, большевиктік партияға қарсы қылмыстық топ құрғаныңды жаз. Ешқандай да Алаш партиясына мүше емеспін. Құдай шыны! О, смотри-ка, Құдай шыны! Қайдағы Құдай саға? Құдай жоқ! Саған товарищ Ленин не деді, а? Не деді? Ешқандай да Құдай жоқ. Тек товарищ Ленин бастаған, товарищ Сталин қоштаған, большевиктік партияға да бар! Қане мойында, мен саған мойындатпай қоймаймын, білдімесіз ба? Атақты итальян шебері. Галианоның скрипкасын қандай ақшаға алып бердің, а? Кім арқылы алдың, шынында? Анау Европада қашып түсіп жүрген Мұстафа Шоқай арқылы алдың ғой, а? Тварь мойында! Мұстафа Шоқай өмірімде көрген адамым емес. Шыныңды айт деймін саған. Галианоды әлгілі шебердің скрипкасын алу үшін империалист элементтермен әмпей-жәмпей болдым де! Қане жаным барда! Айт деймін саған! алдындағы борышымды ақтап, әкем Жұмат Шаниннен бас тартамын деп жаз!
құлыным! Мен мұндамын, құлыным! Көкек мұнда, құлыным! Рауфбек! Мен мұндамын, құлыным! Мен мұнда, құлыным! Рауфбек! Кедей шаруа отбасынан шыққан пролетариат режиссер. Қазақ жерінде театрға кетасын қалауға жанымды салдым. Мен Ленин мен Сталиннің көреген басшылығына нық сенемін. Занавес техникалық аудың кесірінен ашылмайды. Товарищ Сталинге қастандық жасау ойымда болған жоқ. Товарищ Сталинге қастандық жасау ойымда болған жоқ. Товарищ Сталинге қастандық жасау ойымда болған жоқ. Маған мынаны айтыңызшы, Шанин жолдас. Әлихан Бөкейханов бастаған қайсақ қайраткерлерінің автономнан шығып, одақтық республика болғысы келгендегі мақсаты Жапонияға қосылуы ма? Ол не дегеніңіз, товарищ Сталин? Кеңес үкіметінің арқасында Қазақ сахарасында театр ашылды. Қаншама жастарды жинап, талантын большевиктік партияның көркеюіне арнап жатырмыз. Ал Бөкейхановқа келсем, кездескен адамын емес, сәті түспеді. Сәті түспеді деңіз. Қазақ интеллигенциясы Оренбургтен Астанаңызды көшіріп, Оренбург, Астрахан, Омскіні Ресей Федерациясына қосқаныма наразы топ жинап жатыр деп естідім. Ертеден қазақтың жері болған, Еділ мен Жайықтан айырылғаны, қазақтың қабырғасын қайыстырғаны жасырын емес. Сталин өз халқын жек көріп демексіз бе? Бұл не дегеніңіз, товарищ Сталин? Құдай сақтасын. Қайдағы Құдайды айтасыз? Құдай жоқ. Ленин бастаған большевиктік партия ғана бар. Сіз менің сенімімді ақтамадыңыз. Кешіріңіз, товарищ Сталин. Товарищ Сталин! Мені товарищ Сталинге қастандық жасадым деп жала жауып жатыр. Мен сізге ешқандай қастандық жасағаным жоқ. Керісінше мен сізді большевиктік партияны шашқаным жоқ. Товарищ Сталин! Стены древние от меня просыпают молоко, где жить задорно. Рысқұлов, Асфендияров, Қыдырбаев, Жандосов, жазушы Майлин, Сейфуллин және театрдың бұрынғы директоры Жомарт Шайын бар. 31 июль 1937 жыл.
Смотри-ка, бұны жазып отырған айтулы қоғам қайраткері. Бывший. Иә. Қазір өзі де партияның алдында жауап беріп жатыр. Жалақор дегенге. Рас, сволочь. Рас. Ендеше жаз. Оған кісілермен таныстықта, сыйластықта болғаным рас. Міне жаңайсыз. Енді асықпай жазыңыз. Егер Көрсетілген деректі толықтай мойындаймын. мен мойындайын дегенім жоқ. Бар болғаны танимын деді. Сен кімді ақпақ көріп отырсың? Мыналармен қатар жүр, араласып жүр. Ештеңені білмедім, сезбедім демексің бе сонда? Қатар жүргенім сыйластықта болғаным рас. Бірақ Ешқандай да бірі. Қане жаз. Мен Жұмат Шарин көрсетілген деректі толықтай мойындаймын деп жазып, қолыңды қой. айтылған сөздің бәрі қып-қызыл жала. Мен бар болғаны театр өнеріне адал қызмет еттім. Бұны жалаға өзен де қол қойма. Қоясың. Еще қалай қоясың? Қоясың! Товарищи! 28 июнь 1937 жылы Политбюро ЦК ВКПБ қабылдаған шешім бойынша 5 күн көлемінде 3 топ құрылып, атылатындар мен айдауға жіберілетіндердің тізімі тездетіп ЦК-ға ұсынылсын. Кешіріңіз. Ату жазасы кезінде мыңдаған адам артық кетіп жатса ше. Оқасы жоқ, қиналмастан қабай береді. 70-80 жасап кәрі құртаңдардан кетеді. Ой, қайткені қалай? Аяғында тұрғанын көздеместен ата бер. Қырыңдар, жойыңдар, жойылсын! Ендеше товарищ, ату жазасына 3500 адамға қосымша лимит беруіңіз өтінем. Өткенде ғана Казахстанға 2500 адамға берілген лимит қайда? Лимит толықтай жүзеге асты. Облыстардан қосымша сұраныс түсіп жатыр. Шығыс Қазақстан облысынан 700 адам, Алматы облысынан 600 адам, оңтүстік Қазақстан облысынан 500 адам, солтүстіктен 350 адам, Қарағандыдан 250 адам, Батыс Қазақстан облысынан 250 адам. Қараңдаршы, товарищи, Казахстан антисоветтік элементтерге батып қой. Өз басым, товарищи. Товарищ Мирзаянның сұрағаны толықтай қанағаттандыруды қолдаймын. Дұрыс айтасыз. Қанағаттандырамыз. Ах, оңбаған Мирзайы. Мынау не? Ол не? Не мәселе? 58-ші статьяға лайық қағазбы? Одан да асып түсетіні. Товарищ Сталин, товарищ Мирзаян, Казахстанда Хан Тенгри деген ең биік таудың атын Мирзаян деп өзгертіпті. Кешіріңіз, товарищ Сталин. Тенгри патриотизмді аңсайтын, қайсақтар ерекше сенетіндін, қайсақтардың түп тамырын қайдан алатынын білместе етіп, түбегейлі жою үшін айта істедім. Кешіріңіз. Қолыңдарай көр, товарищ Ежов. Қаласаңыз, товарищ Сталин. Товарищ Сталин, 58-ші статьяға келіп тұр. Қайдағы 58-ші статья? Товарищ Сталин, сіздің Василий Иванович Абаевқа скифтердің тілі түрк емес, Иран тіліне шыққан деп жазуға берген тапсырмаңыз орындалды. Кітап біткенін скиф тілі, түрк тілі дегенде түгелдей алдыртып тастады, товарищ Сталин. Скифтердің тілі Иран тілінен шыққан дегенді 100%-ке енгізіп, ата тегі түркілік дегенді түбегейлі жойып, ирандықтар деп жазды. Дәл солай. Жарайсыздар, товарищ Абаевқа академик дәрежесін бергізуге үкім етемін. Товарищ Сталин, өте орынды шешім. Иә,
Берия? Товарищ Берия, 16 республикада Сталин атында тау бар ма? Жоқ, товарищ Сталин. Исправить. Правит мое дело, товарищ. Десе де қайсақтардың қаны ойнап тұрған әртүрлі мықты тайпалардан құралғанын әрдайым есте сақтап, Сахараның тағылары көбейіп кетпес үшін өздігінен құрылатындай мылтықсыз майданды жалғастырыңдар. Түсінікті ме, товарищ? Түсінікті, товарищ Сталин. Товарищ Сталин, большевиктік партиямыздың басына, мына украиндармен қоса, қайсақтардан да қатер көбірек төніп тұр. Оңшыл троцкистік және диверсиялық тыңшылар тобының мүшелерін, халық жауларының әйелдерін 5-8 жылға бас бостандығынан айыру жайлы наркомның ұсынысын толықтай қанағаттандыруды қолдайды. Дұрыс. Қазақстанда халық жауларының әйелдеріне арналған арнайы лагерлер ашылсын. Сотталғандардың 15 жасқа дейінгі балаларын мемлекет құзырына алып, 15-те үлкендеріне жекелей шешім шығарылсын. Заң кодексінің 58-ші бабына сай халық жауы болып табылған Кеңестік бақылау комитетінің Орта Азиядағы өкілі Сұлтанбек Қожановтың әйелі Гүләндам Қожанова, Қазақ ССР оқу-ағарту халық комиссары Темірбек Жүргеновтың әйелі Дәмеш Жүргенова, Күнжамал Майлина, Сәкен Сейфулиннің әйелі Гүлбахрам Сейфулина, Қазақ ССР Кеңестік бақылау комитетінің председателі Хасен Нұрмағамбетовтың әйелі Айш Нұрмағамбет, және де жазушы Жұмат Шаниннің әйелі Күнжамал Жұмат Шаниннің әйелі Жанбике Шанина халық жауы деп саналып, 8 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын өтеуге Ақмола лагеріне айдалсын. Олардың негізі бар. Олардың негізі бар. Танымысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жүмеке. Жүмеке. 46 жас. Аз ба көп пе? Кенесары хан Ресей империясының саясатына қарсы бас көтеріп шейіт болғанда 45 жаста болған. Ал мен хан кенеден бақандай бір жыл артық өмір сүрдім. Өкінетін жерім жоқ. Еңіреу басқан даламды сілкінткен халық комиссары болып, жағалы шен кигенде таңдамадым. Қазағымның мәдениетін өркендетсем деп жан таластым, арпалыстым. Күрестім. Қанша қиналсам да мойымадым. Нұрманбек пен Иса үшеуміз билетке ақша таппай, сапарға шыққан труппаны вагонға пістелеп жайғастырып алып, өзіміз түк білмей
перронда күтіп тұр. Пойыз қалай дейді. Солай соңғы вагонда жармас үшін. Пойыздың жүргенін күтіп тұрған жігіттер бізді тездетіп ішке қарай тартып алды. Бір жолы жігіттерді мінгізерден жүріп өзім үлгермей қалып, секіре берем деп бір балағым рельске қыстырылып қалды. Бір балақпен вагонға кіріп келгенімде Жанбике шалқасына түскен. Аяғымды алып үлгермегенде қайтер едім деп Жанбике еңіреп: "Жеңеше-ау, бір аяқ кетсе не дейсіз? Басын аман сүйреп кірдік қой" деп Иса бәрімізді қыран топтап. Сонда рельске құлап өлем деген ой миға кіріп те шықпапты. Әміреш? Әміреш? Иә. Жапал ойнаған Әміреш? Әлгі, шекерек! Мал ішінде көмелек. Тақты көрсең телменге. Шүгірмесін, жебелек. Тынымыз жоқ, тыныштық жоқ. Құртты құйрық кебелек. Шиек. Елге шыққанда жапырайған тамына спектакль қойғанымызға рұқсат берсін. Әйелі сырқаттанып жатқан үй иесінің сиырын сауып бергенші. Қарасам, орада шәпірейіп, сиырдың желіміне жатсып, әміре болды. Не керек? Еңілік кебегімізді гулетіп ойнап шығып ек. Сонда деймін ау, жөңізге кететін ақшаға театрымызға бір етік алғанда пайда көруші. Кім періштелейсің? Бірақ жан баласын сатпады. Ешкімге опасыздық жасамады. Рауқбек, Қасымхан, құлындарым, бастарыңды ажалға тіккенім үшін кешіріңдер. Жанбике, Жансәулем, кеш мен. Қарабастың қамын күйттеп саптыңдық жасай алмадым. Сендерді бір Аллаға тапсырдым. Бейімбеттің, Темірбектің, Сәкеннің, Алаштың ары таза айдындарының ақтығын уақыт дәлелдейді. Алсаң міне басым, арымның жолында жаным қида. Біз ешкімді, ешқашан сатпаймыз. Демек, қол қоймайсың, Әлгі анау сахна басында ілінген мылтық жайлы не дегің келеді? Сахна басында ілінген мылтық финалда атылу керек. Точно. Ну что ж, финалға да жеттік. Занавесті жа!
Үсенов Мұрат Дүйсенбекұлының ықылас күлі. Дайындық жалпы жақсы өтті. 2-3 ай дайындық уақытымыз кетті бұл спектакльге. Бүгін міне премьерасын өткізіп жатырмыз. Құдай қаласа. Көрермен көңілінен шықты деп ойлаймыз. Жалпы шығарма не жайлы көрермендерге бір ауыз сөз айтыңыз? Шығарма жалпы Жұмат Шаниннің өмірі туралы, жаңағы декадада барып, Москвада өткен декадада Сталиннің алдында занавес ашылмай қалған үшін бұл кісіні қастандық жасадың Сталинге, товарищ Сталинге қастандық жасадың деп бұл кісіге жала жауып ату жазасына кеседі. Сол жайында жалпы, сол Алаш арыстарының өмір жайлы жалпы. Қазір әсеріңіз қандай енді? Әсерім керемет, керемет әрине. Көрерменнің қошеметінен артық еш нәрсе жоқ. Барлықтарыңызға рахмет. Рөліңіз көңіліңізден шықты ма? Енді 100% шықты деп айта алмаймын әрине, бірақ ойымыздағыдай шамалы болса да шықты деп ойлаймын. Аты-жөндеріңіз? Аты-жөні Дариев Махметалы. Театр актері. Театр актері. Енді бұл қойылымның өзінің аты айтып тұр ғой, жаңағы қасіретті уақиға Қазақстан халқының басынан өткен атшалман заман деп. Қазақстанның жаңағы осы ашаршылықтан бері қарай кейін репрессиямыз бар, сол туралы бұл қойылым қойдық. Негізінде біз сахналық безендіруге келетін болсақ, осы қазақ халқының басынан өткен қиын жағдайды айтуға тырыстық. Негізгі безендірудің элементі болып мына жерде Қазақстанның картасын алдық. Сол Қазақстанның картасының төңірегінде өтеді. Қазақстанның картасын соңында түрмеге айналып кеткені, қанды жаңағы картамыздың контурының жаңағы қызыл сызықпен сызылғаны осы біздің егемендігімізге талай қанмен, осы ата-бабаларымыздың зиялы қауымның терімен, еңбегімен, қанмен келгенін осы қойылымда көрсетуге тырыстық. Сосын безендіруменен артистердің ойнауына жәрдем бердік деп ойлаймын. Тарихи осы зұлматсыздарды білу көрермен үшін қаншалықты маңызды дейсіз? Себебі жаңа айтып кеттім ғой, біздің тәуелсіздігіміздің бағасын білу керек қой, қандай тәуелсіздік, қандай жолмен келгенін білу керек көрермен негізінде. Қандай азаматтар, қазақтың зиялы қауымдары осы біздің Қазақстанымыздың сақталып қалуына, осындай егемендікке жетуіне сіңірген еңбегін білу керек деп ойлаймын. Сонда ғана біздің егемендігіміздің құны да, бағасы да өседі ғой деп ойлаймын, артады ғой деп ойлаймын, қадірлейміз ғой деп ойлаймын біздің егемендігімізді. Спектакльді суреттеу, оны қойып шығу қиындық тудырған жоқ па? Әрине, ол кез келген шығарма қиындық тудырады. Себебі бұл жерде суретшінің жеке жұмысы емес, театр деген ұжымдық жұмыс болғаннан кейін біз бұл жерде барлығын есептейміз. Режиссерлық шешім бар, артистердің ойыны бар, тағы да техникалық жағдайлар бар. Соның бәрін есепке алып отырып, біз сахнаның безендіруін жасаймыз. Жақсы, рахмет сіздерге де. Театрдың бас суретшісі Қалтөре Жұмағұлов. Бүгінгі спектакльден алған әсерім өте ерекше.
маған ең ұнағаны осы әрбір бөлшектеріне дейін әрбір осы әртістің өз рөлін сомдап шыққаны, жаңағы 5 большевиктің өзіне тән жаңағы менің совет кезенім, менің большевиктерім деп тұрған жаңағы маған қойылымнан өте ұнағаны әрбір бөлшектерге дейін, әрбір детальдарына дейін мән беріп жасағандығы. Ол сахнаның атмосферасы болсын, бейнесі болсын, жаңағы 5 большевиктің өзіне деген көкіректіктері болсын, немесе қазақтың жаңағы халқының сол кездегі бейнесін өте ашық түрде көрсете білгендігі маған өте бір тамаша ұнады. Қойылымнан алған әсерім сөзбен айтып жеткісіз. Әсіресе мынау жанның ең бір түкпірінде жататын, біздің өзіміз үңіліп қарағанмен көре бермейтін адамның сезімдерін көрсетіп бере алғандығы, жаңағы әуендердің ойнаған сәтінде адамдардың былай жаңағы адамдар өздері ары бері жүріп, сөздер сөйлеп, нық сеніммен айтқандары адамның жанындағы ең түкпіріндегі өзі көре бермейтін нәрселерді көз алдына келтіріп бергендігі өте қатты ұнады. Тарихи шығарма оқыдыңыз? Негізі әрине тарихи шығармаларды оқимын. Өзім қателеспесем Серік Әбдіхалықұлының Жолбарыс Жымыреген кітабын оқығанмын. Сол тұста да осы репрессия жылдарындағы осындай бір зұлмат көріністер, ату жазасына кесілген сәттердегі көріністер бейнеленген. Сол бір шығармадан кейін өзім қол түсіп қалған едім. Мына бір шығарма өте тамаша болды. Бұйырса келесі алдағы уақытта да міндеттері келіп тұратын боламын. Идеясы біз қай халық болмасын, әсіресе біздің халық. Кешегімізді ұмытсақ, ертеңіміз бола ма біздің? Сол тұрғыдан келгенде осы қазақ өнеріне, оның ішінде театр өнерінің негізін, кірпішін қалаған, бүгінгі театр атын алып жүрген қазақтың тұңғыш режиссері, тұңғыш халық әртісі Жұмат Шанин биыл 130-ға толып жатыр. Сол тұрғыдан келгенде атын алып жүргеннен кейін неге біз ол кісіні бір еске алмаймыз? Неге сол өткен азаматтарды неге біз дәріптемейміз? Өскелең ұрпақ аталарын, бабаларын білу керек қой. Елдің кешегісі мен бүгінгісін ажырата білу керек. Мың өліп, мың тірілген қазақ. Ең ауыр нәубет сол 20 ғасырдың бірінші жартысында болды. 2 мәрте аштықтан қырды, колхоздастыру. Сонда 6 миллион қазақтан 2 миллион қазақ қалған 10-15 жылдың ішінде. Соған қарамастан өнерім осы қазақтың өнерін әлемге паш етемін деп жаңағы өз айтқандай Жұматтың. Соның жолында шейіт болып, құрбан болып кеткен азаматтарды еске алу тұрғысынан бұл қойылған дүние. Авторы өзіміздің әдебиет бөлімінің меңгерушісі Сая Қасымбек. Сол кісімен бірге жұмыс істеп, осы пьесаны біраз толғанып барып, талай қысқартулармен, қосулармен бүгін сахнаға шығардық. Бұл біздің жалғыз Жұмат Шанин емес, сол кездегі қазағым елім деп өткен азаматтарға қойылған ескерткіш деп ойлаймын. Біздің бүгінгі ұрпақтық парызымыз. Бүгінгі сахналық қойылымның актерлардың шеберлігіне қандай баға бересіз? Премьера кезінде баға беру өте қиын. Спектакль жүре-жүре шыңдалады. 7-ші спектакльден кейін мен режиссер ретінде оларға баға берем. Сен мына жерін жеткіздің, мына жерін жеткіземадың, мына жерін асырып жібердің. Неге десе, премьералық эмоция деген бар. Ішкі жан дүниенің ар жақтан толқып келетін дүниелері бар. Сондай кезде кішкене асыра сілтеп жіберу де болады, не болмаса жетпей қалу да болады. Ал негізі мен театр актерларына, жалпы театр ұжымына, режиссер, көркемдік жетекші ретінде ризамын. Жұмыс көрерменнің ойына байланысты, көрерменнің көзқарасы қалай қабылдайды, соған байланысты. Біздің соңғы төрешіміз ол көрермен. Жұмат Шанин атындағы Академиялық драма театрының көркемдік жетекшісі Бекболат Құрманғожаев. Жұмат Шанин ол кеше 3 қараша күні бірінші премьерасы болды, бүгін 2-ші премьерасы, ертең 3-ші күні болады. Енді ары қарай бұл біздің театрымыздың репертуарына енді
Құда қаласа енді көрермендерге өтеді деп ойлаймын. Әзірге көрермендердің ықыласы жаман емес. Сахнаға қойылым өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Жоқ, пьесаны мен жазамын, драматургпын. Қойылымын жаңа бізде Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Бекболат Құрманғажиев ағамыз қойды. Негізі Жұмат Шайын туралы Павлодар жақта да бір қойылым қойылған біз білеміз, бірақ ол қаншалықты деңгейде болды, қай кезеңін алды бейхабармын, оны былай айта алмаймын кесіп. Себебі ол республикалық деңгейде әрі қарай жариялана алмады, жүріп кете алмады, сондықтан біз әлі көре алмадық оны, көрген жоқпыз. Енді біз бұны республикалық көлемде насихаттасақ деген ойымыз бар. Өйткені ол біздің, мен автор ретінде айтып тұрған жоқпын, бұл біздің борышымыз. Өйткені біз Жұмат Шайын атындағы театрымыз. Егер қазаққа Жұмат келмесе, тағдыр Алла жаратқан ием Жұматты қазаққа сыйламаса, бәлкім біз 1927 жыл емес, одан да 50 жылдан кейін бәлкім ашар ма еді, кім біледі. Бұл кісі сол ғасыр, жаңа кезең, дәуір басталған кезде дәуірмен үзеңгілесе атқа ертеп мінген, дәуірді ертеп мінген азамат көз ашық. Сондықтан бұл қазақты таныту үшін, қазақтың өнерін, мәдениетін әлемге таныту үшін театр ашты. Бұл әлгі мұзжарғыш, қазақ театр тарихындағы мұзжарғышымыз. Сондықтан бұл біздің борышымыз. Романға айналдыру ойымда бар, өйткені менде материал өте жеткілікті. Мен 10 жыл болды жинағаныма, уақыт келіп жатса, мүмкін жазып та қалармын.